Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен көпшіліктің сұрауы бойынша картопты фри рецебімен бөлісемін. Бұл рецеп өте оңай әрі тез дайындалады. Ең алдымен картопымыздың қабығынан аршып, жақсылап жуып аламыз. Одан соң осындай қалыңдықта бірнеше дөңгелек бөліктерге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей ұзынша қылып тураймыз. Енді осы картоптарымыздың крахмалы шығу үшін салқын суға бірнеше рет шайып аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай ыдысқа бөлек мұздай салқын суды құйып алып, барынша 2-3 рет жуып шықтым. Енді осы картоптарымызды кептіруіміз қажет. Бізге қағаз сүлгі қажет болады. Осылай қағаз сүлгіні жайып, үстіне картоптарымызды кептіріп аламыз. Және де қағазбен картоптардың үстінен басып, барынша картоптарды кептіруге тырысамыз. Сол кезде фриіміз қытырлақ, әдемі, дәмді болып шығады. Ендігіде табамызға майымызды құйып, қатты қып қыздырып аламыз. Қатты қызған майға осы картоптарды салып қуырамыз. Картоптарды аз-аздан салып қуырамыз. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай жасалынады. Бұл жерде ең маңыздысы майымыз қатты қызуы қажет. Сол кезде фриларымыз қытырлақ болып шығады. Мінекей, фриларымыз сарғыш болып әдемі қызарып қуырылды. Қуырылып жатқан фриларымыздың арасында осындай тұзбен сеуіп тұрамыз. Сол кезде фриларға тұзы сіңіп, әдемі дәмді болады. Өте оңай әрі дәмді болып шықты. Әртүрлі фастфудтардың қасына берсеңіздер керемет үйлеседі. Назарларыңызға рахмет.